Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен блогер Айбек. Қазір біз мынандай бір кереметті Қытайдан келген посылканы ашатын боламыз. Бұл посылканы білмеймін ішінде не бар екендігін. Ендеше кеттік достар, бұл посылканы ашып көреміз. Мына бір жерінде бірдеңе тұр, міне ұстағанда бір не зат екені есіме түспей жатыр. Алай бұлай ұстап көрдім, түспей жатыр есіме. Ашып қарайық. Бұл не зат? Қазір достар бұны ашып қарайық. Мына жерінде тағы да бір пакеті бар екен. Ана продавецтің қорғап қойған пакеті. Молодец, продавец. О, бана. Да. Мен бұны қанша күттім десеңші. Бұны күтіп зарыққандықтан қолдан гәмірден ұстап алған болатын. Прикол. Сол енді міне келіп тұр достар, керемет. Мына Қытайдан бұл деген ұзаққа созылып кетті. Неге екенін білмедім. 2 айдың ішінде келіп тұр мына посылка маған. Әдетте посылкалар 25 күнде немесе бір 30 күнде, 31 күнде сондайда келетін еді. Мынау 60 күнде келіп тұр. Білмеймін не екендігін, өзі продавецтің тасымалдайтын адамдар ма солай өздері зат қылып сөйтіп ұзақтатып әкелетінін соны түсінбедім. Бұл жақсы, міне качество жағын қарап қарайтын болсақ, мынау жақсы міне. Қазір нәп жерін қиып тастайық та, бұл енді керек емес қой, бізге пайда қаспайды. Әлде қимай қойымыз. Бұл алып тастайық, итак алынатын зат. Посылка екен. Міне бүгінгі посылкамыз осындай болды. Міне мынау заты, мынау үшін бір нөмірлері, мына жерде аттар заттар жазылып тұрады. Так, мынау міне өзі посылканың мынау фонариктікі, мынау домалақ фонарикті бетіне созылады өзі. Любой бесветтің затына болады оны. Бесветтікі бәрінікі бірдей. Кешіресіздер, мен дауысым бір түсті болып шығып сөйтіп отырса, мен дәл қазір өзім ауырып отырмын тамағымнан. Ангина деп бұл сатқы тұмауымын да қазір. Тұмау болғанда қатты емес. Ал достар, осымен менің видеом соңына жетті. Осы видео ұнаған болса лайк басып кетеміз, комментарий жазып кетеміз достар. Менің арнама тіркелеміз. Арнама тіркеліп ішін ашып жаңадан келген болсаң астындағы видеоларды қарап бара. Бәлкім саған ұнақ болар, қайсы бір болса да ұнақ болар. Алдағы уақытта мен ертең болсын, арғыны болсын, тағы да бір Тим-Тимейдің, короче говорясын қазақшаға аудармалайын деп жатырмын. Күтіңіздер, тек күтіңіздер. Сіздермен бірге болған мен блогер Айбек. Амандықты жүздескенше, сау, сәлеметте болыңыздар. Бай-бай.